регланмен тоқыған кезде жасалатын прибавкалар түрлері. Мен сізге бүгін основной түрін көрсетемін. Мына жерде біз кардиган тоқып жатырмыз. Кардиганға біз регланмен тоқып жатырмыз. Кардиган, қазір мен қойып алайын камера. Регланмен тоқылады, прибавкасы. Міне мынау бізде регланный линия. Міне көрдіңіз бе ортадан. Біз регланға дейін тоқып аламыз. Накид жасаймыз. Регланный линияны тоқимыз. Тағы да накид жасаймыз. Бұл лицевой ряд. Изнаночный қатар. Изнаночный тоқып жатырмыз. Мына жерде бізде мынау накид, жаңа біз жасаған накид. Көрдіңіз бе? Накид. Бұл накидті біз артқы жағынан тоқимыз. Сол кезде бізде мынау көрдіңіз бе? Мына екі петля арасы перехлёст болады да, сол кезде тесік болмайды. Артқы жағынан іліп аламыз да тоқимыз. Екінші накид. Артқы жағынан іліп алып, саусақпен көмектесе отырамыз. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл қазір. Екінші тәсіл бізде былай тоқимыз. Регланның алдындағы мына жерде мынаны протяжка деп аталады. Протяжканы кигіземіз. Осы протяжканы тартып, артқы жағы, алдыңғы жағын тартамыз да перехлёст жасап тоқимыз. Тағы да көрсетіп жіберейін. Міне перехлёст алдымызда көрдіңіз бе? Протяжка, мына екі петляның арасындағы протяжканы бүйтіп аламыз да сол жақтағы спицаға кіргіземіз. Бұлай сразу тоқымаймыз. Себебі бұлай тоқсақ тесік болып қалады. Сол тесік болмас үшін біз алдынан ұстап тұрамыз да, саусағымызбен көмектесеміз де бұлай тоқимыз. Сол кезде ары қарай бізде тесік болмайды. Изнаночный қатар ешқандай өзгеріссіз тоқылады. Ешқандай өзгеріссіз изнаночныймен тоқи бересіз. Мұнда уже тесік, накид сияқты перехлёст жасаудың қажеті жоқ. Біз накидті жасаған кезде изнаночный жақтан перехлёст жасадық қой. Ал бұл жерде сразу тоқу барысында перехлёст жасаймыз. Бұл бізде екінші әдіс. Үшінші әдіс бізде өте оңай. Міне тоқытып келе жатқан кезде алдыңғы қатардың міне мынау біздің мынау қатар тоқып жатырмыз. Алдыңғы қатардың петлясын ілеміз де тоқимыз. Регланный линия тоқылады. Алдыңғы петляның қатарында, алдыңғы қатардағы петляның саламыз да соны тоқимыз. Ары қарай тоқи береміз. Бұл бізде үшінші тәсіл. Прибавка жасаудың үшінші тәсілі. Қалаған тәсіліңізді қолдасаңыз болады. Осында реглан тоқыған кезде сізге қажет болады деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Назар аударғандарыңызға сау болыңыздар.